Сәлем, бұл мен Ақжол. Мен неге автобуста келе жатырмын? Өзімен қатарластарда машина, үй, бәрі бар. Ал мен неге әлі еш нәрсеге қол жеткізбедім? Себебін қазір өздеріңіз көріңіздер. Адышы бауырым, келесі аптаны мамаң қажылыққа жіберіп келген ғой. Соған сәл жетпей тұрған еді. Сенікімен точно жететін болды енді бауырым. Алла разы болсын бауырым, рахмет үлкен. Саламатсыздар ма? Қалайсыздар, әпке? Амансыз ба? Ой, қалың қалай Ақжолтай? Жақсы. Маған бір сүт пен нан бере салыңызшы. Бір сүт нан, әпкесірші. Соны-ақ жеп отырып болды. Әйенім, жағдайымыз сен сұрамасаң, басқасын қабағынан қар жауып жүреді. Ой, әпше, одан кейін жазы салыңызшы, дәптерге ше. Қашан төлейсің, қарызың көбейіп кетті ғой. Ой, әпше, мен уайымдамасаңызшы. Мен зор қылам ғой. Баршы. Жаза беріңіз, иә? Жақсы, Ақжолтай. Жақсы, сау болыңыз, әпше. Кепканы шешпеңіз, әпше. Ай, осы бала бар ғой, ақ көңіл. Үнемі күліп жүреді. Бұған тиген әйелдің бағы 5 елі шығар. 5 елі. Ей, сен қай бетімен жатпақшысың? Балаңды садикке апарып келдің, болды ма? Сен басқа тірлік істейсің ба, жоқ па? Не? Не жетпейді саған осы? Көп нәрсе жетпейді маған. Осылай квартирада тұра береміз ба? Жұрттың бәріне қарызбыз. Балаң болса өсіп келе жатыр, ал мен екіншіге аяғым ауыр. Ертең қалай күн көреміз? Мен ғой сені асырап отырған. Ертең декретке шықсам қалай болады сонда? Жүрейін сол 150 мың теңге бір ай бойы жұмыс істеп. Именно сол 150 мың теңгені сен таппай тұрған жоқсың ба? Жапша аузыңды болды. Құршы бар ма? Кет бір. Құрсаң құры, сен не деп айтып тұрсың? Кезінде айтып еді маған саған тұрмысқа шықпа дегенде. Сен ойыңа келген нәрсе істейсің, қарыздан қарызға батасың. Ол косяктан мен шығу керекпін. Сен түсінесің бе? 2 баланы қалай асыраймыз ертең? Бала, шаға, садик, мектеп бәріне қалай жеткіземіз? Текке шыққан екен саған тұрмысқа, сен оңбаған екенсің. Болды, Ғабеке. Бұл Берік деген досым. Беріктің де мен сияқты бір күні байып кетем деген үміттен басқа еш нәрсесі жоқ. Айтпақшы, маған 2 сағатта оңай ақша табуды осы жігіт үйреткен. Қайдасың досым? Бұл тездетіп келсеші, мен жұмыстамын ғой. Давай, тездет. Адам, қалай ждай? Амансың ба? Еще нормально, бар. Өзің ғой? Нормально, басталды ма? Қойдым мен жаңа мана қазір күтіп отырмын. Шығып кетсінші енді, бүгін көру керек ше. Давай, тағы басталады, қоямыз қазір. Давай. Жүр ана жерге отыр. Сөйтейікші. Кім салды? Дортмунд, хорош! Брат, Дортмунд. бүгін көтерейікші, брат, ана қатын аузынан ақшамен ұру керек болып тұр кәмше. Бүгін тағы бастады ма не? Айтпа, миды жеп қойшы кәмше. Ана басқа қарыздар да бар еді, соларды бермесем уже мен. Брат, не матчтар бар? Айтшы. Смотри, сенде қанша ақша бар? 100 мың қосу, брат. И то оның қалай тапқанын естісең, жыртыласың ше. Аз негізі, көрейік енді. Көрейікші, брат. Мынау ғой менде қалған. Екеуі қалың? Ошынлар 1,5 больше жасса, мынау салу керек, короче. Делай, сол жақ флангқа қарай жіберші. Жіберсең енді. Берші мына жаққа. Қара. Гол. Давай. Қазір қара, брат, салат қазір. Көтер. Гол!
Хорош, брат. Айттым ғой мен саған. Смело, ғой жыбы ғой. 44 қой. Ё-моё, красавчик. Ойнат. Бә, брат, сенбедің ғой маған бағана бар ғой айттым мен саған. Смело, кіре берейік деп. Давай, лайф не бар енді? Кас. Так, бүйтейік. Полтора бочасына кіріп кетейікші сразу. Қанша беріп тұр екен маған? Так, полтора бочасы. Смело, сенші маған. Победасына кірейін ба еле? Кірсік. 2 боч беріп тұр екен. Брат, смело, көтереміз қазір тағы да. Бүйтеміз, полтора больше. Лаваши болайықшы, брат. Айттым саған ПСЖ-ны алу керек еді деп. Енді көріп тұрсың ғой мін. Касса аз қалды ғой енді. Қойшысың, не болды саған қайта? Ойын емес па? Бұлқан талқан бұл уайымды бермеші, нормально бәрі қазір, көтереміз. Сен ақшаны емес қой просто. Бір тайым бар ғой әлі. Көрсе басқа нәрсе. Қазір страховать етеміз, саспашы, ё-моё, не емес сен? 2 коэффициент 1 к 1 конкретно. Бүйтем ба? Айттым міне, тағы да. Кірмей қою керек, немеге кірді? Сен ғой кірдің. Мен ба не? Сен логин. Сенен де сұрадым ғой, бәрібір емес па? Не істейміз не? Ашса енді лайфтарды көрейік те енді. Тыйын қалмады ма не? Қалмады ғойсың. Звондашы, біреуден алшы тағы да. 100 000 теңге. Не деймін, қатын звондап жатыр. Қазір қайтам. Давай. Не деп жатыр? Қайт дейді, не дейді? Әншейін смело салып жүреді, оған кезде келді қадаттап. Білген ғой сен тіккен. Сен туалетке түсіп кетті ма деп қатты уайымдадым. Больницаға звондадым, полицияға звондадым. Сені жоқ деді. Саған кім осы түн ішінде SMS жазатын? Сенің біреуің бар точно. Қумашын, кім қарайды дейсің маны? Онда көрсет телефоныңды. Соткамен туалетке кіресің. Сонда мен не ойлауым керек? Әлде мен екі қабат болғасын саған қызық емес болып қалдым ба? Жоқ, айдан қараш. Бұл ше футболдан келетін приложение. SMS гол салды, салмады деп келеді. Болды, басқа еш нәрсе емес бұл. Ешқандай да қыздар емес. Бұл сонда құмар ойын ба? Құмар ойын емес. Не нәрсе онда? Короче, құмар ойын бұл. Мен кіріп кеттім құмар ойынға, айдана. Уже не істейтін білмеймін, мен қарызым мойнымнан асып отыр уже ше. Осы ойыннан ұтып мен қарыздан құтылмасам, менде басқа вариант жоқ. Түсінші сон, сен де сон жағадан кеп аласың да ақша деп. Өтініш айта бермеші оны. Жан, кешір. Мен мынандай жағдай екен білген жоқпын. Ердің басына не келіп, не кетпес. Мен сенің жаныңда болам. Бәрі дұрыс болады. Қарызың қанша? 7 миллиондай точно білмеймін ше уже. Жарайды. Біз екеуміз бәрін жеңеміз. Шай ішіп ал, я? Мен қазір тамақ дайындап келем. Осы кезде менен бақытты адам жоқ еді. Неге мен ең жақын адамыма бәрін ішінде сақтай бермей, ертерек мойындамадым? Ол қуып кетеді деп ойлап едім. Бұлай жеңіл қабылдайтын қайдан білейін? Не болса да қарыздардан құтылып дұрыс өмір сүру керек. Табатал түске дейін ұйықтау. Бұл не масқара? Тыныш па? Балам қайда? Мамаға апарып тастадым. Не болып отыр? Ей бала! Айдана қызым маған бәрін де айтып берді. Шыдамның да шегі бар. Болды. Мен енді құр қарап отырмаймын. Ана шаруаларыңды реттегенше, қызым мен немеремді мен өзіме алып кетемін. Құмар ойынның зардаптары қандай болатын мен өте жақсы білем. Мен саған бірде-бір тыйым бермеймін. Айдана кеше шығамыз, құтыламыз деп қой бәрінен. Сен ана өз қолымен кірген қораға, менің қызым сені алып шығуға міндетті емес.
Тем более менің немерем. Оның қандай қатысы бар бұл жерде? Қандай кінәсі бар? Қысқасы мен осы уақытқа дейін мына сенің осы жоқшылығыңа көніп келдім. Түсінен баяғыдай жұмыс болмай қиын кездер болса. Ей, мына біздің басымыздан да өтті ғой. Бірақ та мен ешқашан да ставка тігіп, өзімнің отбасымды асыраған емеспін. Сондықтан да бәрі бітті. Мойнымда ешқандай да қарызым жоқ деген кезде ғана мен қызым мен баламды саған алып кетуге сол кезде рұқсатымды беремін. Ұқтың ба? Ендеше былай тұр жолдан. Жүр қызым, кеттік. Менің шешімім осы. Жүр қызым, кеттік. Жинал. Былай тұр жолдан. Айна. Қошым сол, брат. Бәрі көтінен теріс болып кетті. Бізгеше кассаны көбейтіп, мен бір экспресспен өмірім қайтарып алу керек, брат. Кассаны көбейту керек дейсің ба? Иә. Менде бір план бар, брат. Бірақ ол опасын. Апасын дейсің, берік. Мен бір нәрседен қорқатын адам дейсің ба? Болды уже, пофиг ма? Ешкім қарыз бермейді. Не план ол? Так. Оны былай істейміз. Так, жігіттер, менікі кілт үйдің. Ертең 12-де босатамыз. Шуламаймыз, шум шығармаймыз, жарай ма? Көршілер шумный мына жақта. Всё, Бардақ хорошо. командар. Ертең күтем 12-де. Жақсы, сау болыңыз. Жүрі. Не тормозить етіпсің, қорықпашы. Кет, кір. Так, короче, былай істейміз. Мына телевизорды аламыз, ломбардқа апарып өткіземіз, ақшасын аламыз да став қоямыз. Сосын көтереміз, телекті қайтадан орнына қоямыз. Қадалып қалсақшы? Қадалмаймыз. Қалада басқа квартира жоқ деп ойлайсың ба? Давай, көп сөйлемейді, тоқтаны сұршы ұста. Тез. Кеттік, жүр. Да, брат, мен шығайын деп тұрған сияқты жүді. Нормально. Қарам, мынау қалды менде, короче, бір гол қалды. 70 минут. Мен енді көріп жатырмын ше. Бірақ мынау ше, брат, жақсы идея екен ше. Кассаны жинап, бірақ қадалсақ, ойбай. Уайымда бермейсің. Қадалмаймыз. Бля, Реал салып кетті, прикинь. Не алды? Алып үлгермедің? Үлгермедің ғой сол. Ё-ма, жақ қоя салым келеді, осыны алайын деп тұрған. Ала салым келеді. ЦСКАны көрші, ЦСКАның победасын. Қанша беріп тұрған? 1-2 ма беріп тұр. Қосасыз қа экспресске? Реалға үлгермеген адамдар үшін. Ребята, только просьба к вам огромная. В квартире не курите. Шуметь можно чуть-чуть, но не курите. Квартира в хорошем состоянии. Все, хорошо. Спасибо. До свидания, не переживайте. Квартира, хотя бы телевизор нормально ма? Уайымда бермейші, сен білесің ғой. Фотосын көрдің емес пе? Давай, кеттік кір. Хозяйка уже 10 рет звондап жатыр. Көтеріп түсіндіріп айтсаңшы енді. Не деп айтамаған уже? 5-ші күн төлеген жоқпыз. Ертең береміз деп түсіндіріп айтшы. Көріп отырсың, қадалып отырмыз.
Міне, осы екеуі не бүлдіріп жүрсіңдер екеуің сендер? Менің 4 квартирамды арендаға алып, бүкіл техниканы құрттым алып. Қабыл. Жеке куәліктеріңіз бар ма? Өздеріңізбен бірге. Жеке бастарыңызды анықтау керек. Егер өздеріңізбен болмаса, полиция бөліміне баруға тура келеді. Сіздерді бұл жерде қандай мақсатпен? Мына үйдегі холодильникте жоқ. Тумастар. Не мақсатпен жүрсіздер? Жеке бастарыңызды анықтау керек. Түсінікті ғой, Қайда техникалар? Не бүлдіріп жүрсіңдер деймін екеуіңе? Арыз жазам, соттаңыздар. Жеке куәлік болмаса, онда полиция бөліміне баруға тура келеді. Жеке бастарыңызды анықтауымыз керек сіздердің. Ана досың бар емес па? Сені сатып кетті білесің бе? Полный айтып берді ғой. Қалай пландағандарыңды, бүкіл ломбардқа сенің документтерің өткен. Дұрыс ғой, по сути, оның бұл жерде ешқандай қатысы жоқ екен. Бұл мошенничество, інім. Қайдағы Құдайға шүкір деңдер. Анау хозяйкаларың жақсы адам болып шықты. Бүкіл анау жоғалған заттарыңды, ұрлаған заттардың ақшасын берсе болды, қайтарып берсе болды, кешірем дейді. Не? Сотталып кету мүмкінсіңдер. Просто обидно да осы затқа болға сотталған. Так что давай, мен миымды ашытпай, ана хозяйкаларымның ақшасын тауып беріңдер, орнына қойып беріңдер. Сен үшін тұратын адам бар ма? Ма, звонда. Давай. Пока я добрый. Рахмет, папа. Мен бәрін қайтарам, уәде беремін сізге. Сен одан да біздің қасымызға жоламайым деп уәдеңді өтші. Жоқ, мен бәрін түсіндірейін да, мен кінәм жоқ бұл жерде. Мына сенде ұят бар ма, жоқ па өзі? Мен мына сені аяғынан шығарып алған жоқпын. Анау немерелерімнің әкесі. Түрмеде отыр деген атқа ие болмасын деп қана шығарып алдым. Мына мен сенен күдерімді баяғыда үзгенмін. Енді кәрі қызымды да, жиендерімді де көрем деп ойлаушы болма. Мен оларды басқа қалаға көшіремін. Жоқ, мен сізге ақшаны қайтарсам болды емес пе? Мұна бізге сенен еш нәрсең де керек емес. Енді кәрі сені қызымның қасынан көруші де болмаймын. Не де болса, мен олардың әкесінің соңын біліп алыңыз. Мынандай түріңмен қандай әке болмақшысың, а? Сен де әке болғандан болмаған әлде қайда артық шығар. Ишак, қарызы қайтаратын түрің бар ма, жоқ па? Ақжол, сен не қылдың? Таза ұятың жоқ бала екенсің. Ең болғанда телефонды көтермейсің ба? Ақжол, брат, қаржылық деп алдағансың ба? Мамашқа ауылда жүретін ғой. Телефонды көтерші. Мен сендерге көрсетем әлі кімнің кім екенін. Басыма сәл қиындық түсіп қалып еді, бәрін тастап кеттіңдер ғой. Осы соңғы планым орындайын. Ауыздарынан ақшамен ұрам бәрін. Сөйтіп сыйлатам бәрінді. Осыдан қараңдаршы. Сол кезде кеп тұрмаңдар, бастарын сал бұрап мен алдыма. Артынан шауып кеп тұрмаңдар. Тоқта! Шешеңнің! Ар жазам шеше, садаға саған, түсінің ба? Камерада түрің бар, қарағың қазір. Так, пышақ тақады. 200 мың теңгені. Рұқсат. Осы ма? Лудаман, қош келдің. Сен адам болмайсың осы, білесің ба? Сен оңалмайсың сен. Отырғызыңдар, жұмыс істейік. Әрине мен соңғы планым іске аспағанын түрімнен көрініп тұрған шығар. Ойымда не болғанын білмеймін, бірақ ақша табу керек деген арам ой мен осындайға жеткізді. Осы жаңалықтардан ұрлықпен ұсталды дегендерді көрген кезде майда шүйде нәрсені не үшін ұрлайды деп таң қалатын едім. Сөйтсем Лудаманға бәрібір екен ғой.
кешкі ставкаға ақша тапса болды. Бұл құмар ойынды басында ұтып өзіңді бәрін білгіш сезінесің. Сенен мықты адам жоқтай көрінеді. Бірақ уақыт келе сен ақша үшін емес, или басқа үшін емес, просто так тігіп жүргенін байқайсың. Бірақ ол кезде бәрі кеш. Қарызға белшеннен батып, туыстарың мен достарың сенен бет бұрған кезде есін жиясың. Осы сәтте мен бәрінен қарызды қайтарып дәлелдеймін деген сасық көкірек шығады. Иә, ол идея далбаса екенін осындай темір тордың артында тұрған кезде білесің. Менің артымды ағам және үйдегілер қанша рет жапты. Бір түсінгенім, мен сияқтыларға мүлдем көмектесудің керек жоқ. Себебі өзін істегенді өзін мойнымен көтермейінше, ол саған сабақ болмайды. Сен мен түсіндің деп ойлаймын.